Басқа бір адамның кредиттегі көлігін сатып алу заңды ма, заңсыз ба? Сіздермен заңгер Шыныбаев Марғұлан. Бүгінгі сұрақ жалпы кредит туралы, автокредит туралы. Яғни автокредит именно бізде көп жағдайлар болып отыр. Біреу несиеге көлік алады, көлігін 1-2 жыл төлейді, арқылы төлей алмай қалады. Сөйтіп көлігін сатады. Сатып алған адам жаңағы көлікті алады да, бірінші сатушының орнына өзі несиені жабады. Жауып жүреді да, сосын кейін машинаны өзінің атына аударып аламын деп ойлайды. Бірақ бұл жерде қауіптіліктер бар. Қандай қауіптіліктер туралы мен сіздерге айтайын. Егер ақпарат пайдалы болатын болса, лайк, комментарий бөлісіп отырсаңыздар және колокольчикке бассаңыздар болады. Міне қараңыздар, мен өзім жазып алдым негізгі критерийларын. Негізгі біреудің кредитке алған машинесін алу өте қауіпті. Себебі басқа қандай қарыздар бар екенін сіз білмейсіз. Яғни ол кісінің, сізге машинаны сатқан кісінің басқа да қарыздары болуы мүмкін. Сол қарыздардың есебінен сіздің машинеңізге аресттер қою мүмкін. Кредитті жапқанның өзінде де ол басқа адамға қарыз болғандықтан кредитті машинеге арест қойып, машинені өзіңіздің атыңызға аудара алмай қаупі бар. Ол бірінші қауіп па? Екінші қауіп, қарыз төлеп болғаннан кейін сізге сатқан адамның әйелі қарсы болуы мүмкін. Тем более егер ажырасып жатса, мүлік ортақ мүлік көп саналады да, ерлі-зайыптылар ортасында бөліске түсіруі мүмкін ол көлікті. Ал көліктің кредитін сіз төлегенсіз, бірақ сіз төлеген туралы сізде ешқандай дәлелдеме қолыңызда болмайды. Не үшін? Өйткені сіз біреудің кредитін жауып отырсыз. Түсіндіңіз ғой? Сондай қауіптер бар. Үшінші қауіп, алған адам штрафсыз сатушының мойнына тұрады. Яғни сатып алды, мысалға сіздің машинаңызды біреу сатып алды. Сатып алған адам штрафқа түссе, кім машинесінің, көліктің иесі кім, сол төлейді. Яғни штраф мойнында қалып қоюы мүмкін, көлік иесінің мойнында. Тағы да бір қауіп ДТП болатын болса, егер аварияға түсетін болса, біреуді соғып кететін болса, сатып алған адам, ол зиян келтірген үшін көліктің иесі де жауап береді. Яғни көліктің иесі және көлікті жүргізген адам екеуі солидарно бірге жауап береді. Бірге материалдық шығынды өтеуге міндетті болып қалады. Осындай қауіптері бар. Сондықтан осындай қауіп-қатерден шығып болмас үшін не істеу керек деген сұрақ туындайды. Бірінші кезекте, егер сіз амалсыздан осындай кредитті төлей алмағандығыңыздан машинаны сататын болсаңыздар, онда сіз міндетті түрде ең жоқ деген нотариалдық келісімге қол қоюыңыз керек. Ол келісім бойынша екі жақты да қауіпсіз болу керек. Яғни сатқан адам, егер мен сатқаннан кейін штрафтардың бәрін сатып алған адам төлейді. Мен кредит біткеннен кейін жаңа кісінің алдына аударып беремін деген міндеттеме алу керек мойнына, мысалға. ДТП болатын болса, соңғы иесі кім? Сатып алған адам, сол өзінің мойнына алып штрафын төлейді деген келісімге қол қою керек. Мысалға, содан кейін кредит біткеннен кейін, мысалы сатушы адам, сатқан адам көлікті шешіп тіркеуден сатып алған адамның атына тіркеп беремін деген міндеттеме алу керек. Яғни келісімге отыру керек. Қандай келісім? Нотариалдық келісім. Нотариалдық келісімге отырсаңыздар, сатушының да, сатып алушының да құқығы қорғаулы болады. Осылайша сіздер өздеріңіз қауіпсіз келісім жасасаңыздар болады. Ал егер жай келісіммен, жай сенім хатпен өзара келісіп алсаңыздар, бұл қауіптердің бірі пайда болса, сатып алған адам көлікті енді көлігін өзінің атына аудара алмай, ешқандай ақша да жоқ, көлік те жоқ болуы мүмкін. Осындай сұрақтар туындамас үшін нотариалдық келісімге отырып алыңыздар. Егер ақпарат пайдалы болса, лайк, комментарий, колокольчикке басып, тума-туысқандарыңызбен бөлісе отырсаңыздар. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Көріскенше күн жақсы.